Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас. Бүгін тапсырысқа жасап жүрген бірден идеальный шығатын куриный рулеттің рецептін ұсынбақшымын. Барлық құпиялары ашық анық айтылған. Еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұранамын. Ал бисмилля деп бастаймыз. Ең әуелі 4 штук кураға және жарты уыздай мейіз қажет. Үстіне жылы су құямыз, яғни жұмсартамыз. Кескен кезде рулеттеріміз әдемі кесілу үшін. Сосын тауықтың төс еті, яғни грудинка, осылай миксировкадан өткізіп аламыз, фарш жасап аламыз. Немесе дайын фаршты қолдансаңыздар да болады. Міне тараса өлшеп 830 грамм бір рулетке кетеді. Менде 833 грамм болып шықты. Одан кейін үстіне отборный бір жұмыртқаны жарғамыз. Жұмыртқа рулетті шашырап кетпеу үшін, әдемі кесілу үшін пайдаланамыз. Жарты шай қасықтай қара бұрыш, кристальный, бір қасықтай паприка қолданасыздар, жарты сәбіз қолданамыз. Сосын 3 штук зубчик, яғни сарымсақ. Егерде үлкен көлемді болса, 2 штуктың өзі жеткілікті. Дәміне қарай тұз. Негізі тауықтың еті дәмсіз болып келеді. Бұл жерде рулеттің дәмді болу секреті осы приправаға байланысты. Приправаларда кез келген магазиннен таба аласыздар. Приправа для гриль, для окорочка, для курица, кез келген пайдалансаңыздар болады. Сосын жақсылап ұмажып, осылай 7-8 рет ұрғылаймыз. Бұл процесс обязательно кішкене қолға жабысады, осылай. Жақсылап ұрғылайсыздар, яғни басын біріктіреміз. Егер сіздер ұрмасаңыздар, рулет шашылып кетеді. Менде пакнардың фольгасы 2-3 штугын осылай жайып аласыздар. Бір-біріне тауықтың еті жабысқандықтан кішкене өсімдік майын жағып, рулетті салып, 4 бұрышты етіп, листеріңіз қандай көлемде? Менде 30-40 көлемді болғандықтан, осылай 30-40 өлшемінде жайып шықтым. Барлығы бір тексті болу керек. Томпиған жерлерін ұрғылап, бетін бір тексті етіп, 4 бұрышты етіп, әдемі қылып жаясыздар. Сосын үстіне бір нуриді аласыздар. Суши жейтін қыздар немесе тапсырыс алатын қыздар біледі. Нури қағазы кез келген магазинде, кондитер дүкендерінде сатылады. Теңіз өнімі. Сол бір штук нуриді алып, қайшымен 2-ге бөліп, видеодағыдай қойып шығасыздар. Одан кейін жаңағы суға салып қойған мейіз бен өрігін суынан ажыратып, мейіз бен кураганы кесіп, бір слой қойып шығасыздар осылай. Кесілген кезде, яғни нарез кезде өте әдемі көрінеді осы процесс. Сосын тауықтың еті тәтті болып келмейді ма? Мейіз бен курага тәтті болып, әдемі үйлеседі дәмі. Соломка етіп турайсыздар өрікті. Сөйтесіздерді осылай бір текс бір қатар етіп, реттеп шығасыздар. Үстін жеңіл бір басып шығасыздар. Одан кейін видеодағыдай әдемілеп, қысып, қатып тұрып орайсыздар. Егерде фольгаларыңыз жұқалау болатын болса, сіздерге өте қиын болады және рулет шашырап кетеді. Барынша фольганың қаттысын алған дұрыс. Міне, тартып, қысып тұрып, осылай рулет тәріздес етіп ораймыз. Сосын фольгаға тартып, қысып тұрып орап, 2 шетін конфет тәріздес етіп орап, 3 фольгаға орайсыздар, яғни сырты күйіп кетпеу керек. Одан кейін 180 градуста 40 метр орнына пісіріп аласыздар. Алдын ала пеш қызып тұру керек.
міне рулеттеріміз пісті, кішкене су осылай ағады. Фольганы бірдесіне ысық күйінде шешіп аламыз. Егер де осы фольгасымен суытып холодильникке салатын болсаңыздар, мынау майы аққандары бір тексті болып шықпайды беті. Міне фольгасынан ажыратып алды. Одан кейін басқа бір фольгаға орап, бөлме температурасында рулетті суытып, одан кейін холодильникке бір түнге немесе асығыс болатын болсаңыздар, морозильникке 3-4 сағатқа қойып аласыздар. Видеодағыдай қиғашынан кесесіздер.